күн, құрметті оқырман. Сіздерге бүгін домбыраның құдіреті туралы айтатын болам. Яғни, домбырада неше түрлі әсем күйлерді орындауға болады, және әндерді орындауға болады. Қараңыздар міне дауысын. Көрдіңіздер ма? Әсем әуен. Мына жерінде де жаймен жеп тартылатын күй, ал мынадай да күйлер бар, мысалы тез тартылатын. Осындай сияқты. Ал басқа да күйлер бар, мысалы демалып отырғанда тыңдайтын күй. Мынадай. Басқа әндерді орындауға болады, жақсы. Мысалы мындай жақсы адамдар. Мынадай да әндер бар. Кездесерміз біз әлі деген ән. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан, құпиясын сарсаңдығын күнге шыққан. Осындай неше түрлі әуендерді домбырада үйренуге тартуға болады. Мынадай да күйлер бар. Осындай сияқты күйлер бар. Және де көптеген күйлер бар енді. Күй өте көп саны. Осы домбыраны үйреніп алыңыздар. Домбыра тартқан жақсы. Осы домбыраны сіздерге мен оңай әдіспен үйрете аламын. Арнайы оңай әдісі бар, жақсы үйренуге. Егер үйренгілеріңіз келсе, комментарийге жазыңыздар. Осы менің каналымда видеолар бар, қалай домбыраны қалай оңай әдіспен үйрену керек, сол жайлы айттым.